Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз алмалы бәліш шарлотка жасайтын боламыз. Алмадан өте дәмді және тез жасалады. Дәл осы рецептпен жасап көріңдер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар: 5 жұмыртқамызды алып, оның үстіне 200 грамм қантымызды салып, миксерімізбен жақсылап араластырамыз. Осылай біздің массамыз ағару қажет. Осылай ағара бастағанда бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз, немесе ертіп құйсаңыздар да болады. Ендігі ұнымызға 1 шай қасық разрыхителімізді қосып, араластырып, ұнымызды бөліп қосып араластырамыз. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Біздің міне массамыз дайын болды. Ендігі ұсақтап туралған алмамызды саламыз. Менде алманы балалар қатты жақсы көрмейді, сондықтан аз салдым. Сіздер міндетті түрде 3 штук алма салсаңыздар, өте керемет болып шығады. Осылай барлығын жайып алып, менде 24 сантиметрлік формаға осылай құйдым. Ендігі бетін әсемдеу үшін осылай алмамызды турап, бетіне барлығын орналастырып шығамыз. Дайын болды. Енді 180 градуста 50 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің шарлоткамыз дайын болды. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.